Қазақ халық әртісі Бикен Ырымқызы Римова 1923 жылдың 1 қаңтарында қазіргі Алматы облысы Қаратал ауданы Қанабек ауылында дүниеге келген. Бикен Римова театрды бала кезінен ұнатқан. Ол драмалық үйірмелерге қатысып, олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болған. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық театрының болашақ әртісіне Қалибек Қуанышбаев, Күләш Байсейітова, Құрманбек Жандарбеков сияқты қазақ драмалық өнерінің шеберлері көп әсерін тигізді. 1943 жылы Алматы театр училищесін бітірген. 1940 жылдан өмірінің ақырына дейін Қазақтың мемлекеттік академиялық драма театрында қызмет етті. Тұңғыш ойнаған рөлі Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты трагедиясындағы Мәрзия, Әбділда Тәжібаевтың Жалғыз ағаш орман емесіндегі Фарида, Тахауи Ахтановтың Күтпеген кездесуіндегі Ғайни тағы басқа рөлдерді орындап, қазақ сахнасында замандастар образын жасауға елеулі үлес қосты. Мұхтар Әуезовтың Еңлік кебегіндегі Еңлік, Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлуындағы Күнекей рөлдерінде ойнады. 1955 жылдан бастап киноға түсе бастады. Тақиялы періште, Менің атым Қожа, Өжет қыз, Ана туралы аңыз, Там-там үні, Ұлдың оралуы, Ай астындағы үй, көп сериалы тоғысқан тағдырлар телефильмдерінде елеулі рөлдер жасады. 1991 жылдары Абай Айгерім Қос мұңлық атты драмалық шығармасы бойынша ұстаздары мен сахналас серіктестері туралы өнердегі өнегелі өмірлер кітабын жазды. 2000 жылы актриса есімі Талдықорғанның Қазақ драма театрына берілді. Бикен Римова құрмет белгісі орденімен және медальдармен марапатталған.